Сәлеметсіздер ме? Мен Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Шалқия кентіндегі Ахмет Әділов атындағы нөмір 86 орта мектебінің 9 Б сынып оқушысы Сапарбек Жасмин. Менің кәсібім, менің бизнесім жобалар байқауы. Менің жобамның тақырыбы шағын жоба ауылдағы кондитерлік дүкен. Әр нәрсенің өзінің бір жоспары болу қажет. Менің жоспарым бизнес туралы қысқаша мәлімет айту, бизнес идеяның тақырыбы, жоба сипаттамасы, жобаны халық қажеттілігіне тиімділігі туралы, болашақ бизнесіме өз сеніммен көзқарасым туралы айту. Бизнес неден басталады? Бизнес дегеніміз не? Сол туралы айтып кетейін. Бизнес, ағылшын тілінен аударғанда бизнес, кәсіпкерлік, сауда-саттық деген мағынаны білдіреді. Жалпы бизнес дегеніміз ол пайда табуға бағытталған әрекеттің, экономикалық қызметтің бір түрі, немесе жеке кәсіпкердің не фирманың іскерлік қызметі. Бизнес адамның табиғи қасиеттеріне, біліміне негізделе отырып, қандай да бір істен кіріс кіргізуге, өзінің материалдық рухани қажеттілігін қанағаттандыруға, сонымен қатар қоғамға пайда әкелуге де мүмкіндік береді. Бизнестің міндеттері: ең бірінші қаражат, маңыздылығы қаражат. Екіншісі қолдау, ақшалай қолдау болса да, мотивация сөздерімен болса да қолдау қажет. Үшіншісі сенімділік. Өзіңе сенімділік болмаса, сен бір нәрсені бастай алмайсың. Төртіншісі қажет құралдар. Бесіншісі кеңестер. Тәжірибесі бар адамдардан кеңестер ала отырып, сен өз бизнесіңді қайта жаңғырта аласың. Одан кейін ыңғайлы орын. Жұмыстың жаманы жоқ. Кез келген еңбек қадірлі дей отыра, халыққа қызмет көрсету мақсатында келешекте өз бизнесімді ашқым келеді. Ол үшін кәсіпкерлік және бизнес негіздері бойынша ақпарат алып, түрлі курстарды Атамекен Кол сайтында қазіргі заманда әлемде бастаушы бизнесмен стартерлерден бизнес жоба құру, кеңес алу бойынша дағдыларды жетілдіру сабақтары курстарын қарап отырамын. Бизнес бастау үшін кәсіпкерге 3 нәрсе керек: тәжірибе, ақша, құзыреттілік. Менің өз туған жерінде тұратын халықтың көпшілігі сиыр малын бордақылау, өнім алу, тауық асырау және де түрлі мал асыраулар жобаларымен айналысады. Сол бизнесті жалғастыру үшін қажетті сүт, қаймақ, жұмыртқа өз үйімізде бар болғандықтан түрлі дәмді тәттілер, нан өнімі түрлерін үй жағдайында пісіріп сата бастадым. Біздің тұрғылықты жерлерімізде дүкендерде тәттілер сатылады, бірақ сол тәттілерді өз ауылымызда пісіретін кондитерлік асхана жоқ. Мен келешекте сол өнімді пісіріп, дайын тәттілерді сататын кондитерлік дүкен ашқым келеді. Бұл жерде менің бастапқыдағы жасаған тәттілерімді көруіңізге болады. Ал мынау қазіргі кішкене тәжірибемен жасаған тәттілер. Бұл жердегі көріністе тапсырысқа үй жағдайында тәттілер пісіру сәтім. Ал енді мен ең бірінші тәттілер пісіруді өз үйімде өзімізге ғана бастап, одан шабыттана түсіп, басқаларға да тұтынушылар пайда болып, оларға сатып, ары қарай шабыттана түстім. Менің жобамның тақырыбы кондитерлік дүкен. Сала түрім тәттілер пісіру, қызмет түрім тәттілер пісіріп дайындау. Жаңа бизнесім бизнесті одан әріменен ұлғайту. Және де жобаны іске асыру мерзімім болжам бойынша 4 жыл. Бизнесті зерттеу шеңберінде алдын ала өзімнің болашақ бизнесімді жинақ талдауын өткіздім. Оның көмегімен қазіргі уақытта отбасылық бизнес қандай күйде, қандай мүмкіндіктерге ие, және бизнесімді дамыту барысында қандай қауіп-қатер төніп тұрғанын да білуге тырыстым. Және ол үшін SWOT талдау жасап шықтым. Күшті және әлсіз жақтарын айтамын. Күшті жақтары менің қолымнан келеді. Отбасылық бизнесте хабарым болуы, аудан орталығы маған жақын орналасуы, және ең бастысы ол үкіметтің қолдауы. Әлсіз жақтары, білім жағы. Мен қазір мектепте оқып жүргеннен кейін оқу мен бизнесті бірге алып жүру қиынға соғады. Одан кейін жұмыс тәжірибемнің жетіспеушілігі, бизнесті дамыту бойынша жақсы талдай алмауы. Ашқалы отырған бизнес кәсібінің тиімді жақтары да бар. Біріншісі ол қолайлылық, ал екіншісі қол жетімділік. Мен оны түсініктемемен дәлелдеймін. Мысалы, ауыл тұрғындары тәттілерді дүкеннен алып жатады, бірақ ол тәттінің ол жерде қанша уақыт тұрғанын білмейді. Осы жағдайдың салдарынан қаншама адам мерзімі өтіп кеткен тәттілерге жолығып жатады. Ал біздің ауылда кондитерлік дүкен ашылса, ол жерде бағалары қолжетімді болады және тәттілер мерзімі өтпеген, тұтынушылар денсаулығына пайдалырақ болады. Және де
тәттілердің көбінесе құрамын білмей жатады. Ол жерде қандай химикаттар, қандай химиялық қоспалар қосылғанын білмейді. Ал егер осы кондитерлік дүкен ашылатын болса, ол жерде бақылап отырып, қандай қоспалардың қосылып жатқанын білуге болады. Бұл жерде атқарылу керек тиісті шаралар: жұмыс орнын табу, шағын жұмыс орнын жалдау. Және де екі жұмыс, бір администраторшы, екі тазалықшы жалдау. Және материалдар: пеш, миксер, түрлі формалар, сетка, пергамент қағаз, тегіс құралады. Және де блендер, тағы да басқа құралдар қажет етеді. Бұл жерде пісірілетін тәттілер түрі. Енді менің жоспарлы табыс көзім, мысалы, бір жұмысшыға күніне 7 тапсырыс келетін болса, орташа чек бойынша оны 4000 теңге деп алатын болсақ, жұмысшы саны 2. Күн сайынғы кіріс 7-ні 4000-ға көбейтіп, оны 2-ге көбейтсек, 56.000 теңге шығады. Енді жұмыс күні саны 25 күн болса, 25 күнді 56.000-ға көбейтсек, 1.400.000 теңге табыс көзі. Ендігі кезекте оқу грантын алған соң, гранттық қаржыландыру конкурсына қатысып, ақшалай қайтарымсыз мемлекеттің грантқа ие болу. Өз қаражатым есебінен шикізат сатып алып, ақшалай грант есебінен құрал жабдықтар сатып аламын. Сосын патент арнаулы салық режимі бойынша жеке кәсібімді ашып, өз бизнесімді жүргіземін. Келешек табысты кәсіпкерлердің бірі боламын. Бизнес қызметімнің негізгі этикалық қағидаттары: ең бірінші ол абырой пайдадан жоғары екеніне сенімді болу. Яғни пайдадан көрі құрметке сенімділік таныту. Енді сонымен қорытындылай келе, біз бизнесте де адамдар мен олардың іс-әрекеттерін объективті бағалауды, олардың жеке басын тануды, сынға ашықтықты қамтитын әділеттік сияқты ұғымға бағалатынын білдік. Демек, өзін-өзі құрметтейтін әр кәсіптің этикасының негізгі қағидасы бұл бәрінен жоғары пайда. Бірақ абырой пайдадан жоғары.